Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге бүгін тез дайындалатын өте дәмді печеньелер дайындаймыз. Печеньеміз өте дәмді болып шығады. Достар, менің рецептіммен дайындап көріңіздер. Бізге керекті нәрселер: 300 грамм ұнымызды електен өткіземіз. 1 шай қасық қопсытқыш, жарты шай қасық тұз қосамыз. 1,5 грамм ванилин қосамыз. Осының барлығын жақсылап араластырамыз. Үстіне жарты стакан қант қосамыз. Онда араластырамыз. Бір жұмыртқаның ақ уызын қосамыз. 50 грамм қаймақ қосамыз. 50 грамм сары майымызды ерітіп құямыз. Осының барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып ары қарай қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды. Қамырымызды пакетке салып, 10-15 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Қамырымызды жайып, осындай формалармен әдемілеп кесіп аламыз. Қамырымыздың қалыңдығы осындай болу керек. Достар, бұндай форманың болуы маңызды емес, қолмен де дөңгелетіп жайсаңыз болады. Барлығын табамызға салып, үстіне жұмыртқаның сары уызын жағамыз. 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Печеньелеріміз дайын. Өте оңай жасалады. Дәмі де өте керемет. Достар, осы рецептпен дайындап көріңіздер. Мені қолдап лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер. Баршаңызға көп рахмет.